совет заманда қазақ момын халық, қазақ қойдың аузынан шөп алмайтын халық деп насихат сондай болды. Жалпы осы Қыдыр атаға сену бір ғажайыпқа сенудің әлеуметтік формасы ма? Бай ұлттың сөзі өтімді болады. Жаңа ұлттық идеал сіз айтқан ол қандай болу керек? Мен бұндай байлыққа қалай жетем дегенде, басқа жол сол. Я коррупция, я блогер бол. Netflix, Marvel мифологияны сәтті бейімдеп отыр. Сол жағы кемшін, енді 30 жылдан бері айтып жүрміз. Армысыздар, бұл Жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Зира Наурызбай, белгілі мәдениет танушы, қазақ мифологиясын зерттеуші маман, жазушы. Зира ханым, студиямызға қош келіпсіз. Наурыз мейрамы қарсаңында сізді осы ақ студиямызға шақыруымыздың басты себебі осы мейрамның мәдени контекстіне үңілу болатын. Соңғы жылдары елімізде Наурыз мерекесін жаңа бір концепциямен тойлап жүрміз, яғни әр күннің өзінің бір атауы бар. Көрісу күні, жаңару күні, ұлттық киім күні деген секілді. Осыған көзқарасыңыз қалай? Жалпы бізге концепция керек пе? Этнограф, журналист Серік Ерғали ол көп зерттейді бұл мәселені, сосын Ақордаға әйтеуір бір жол тауып кіргізді. Әрине сосын шенеуніктер білгенінше оны күзеп өзгертті. Өзінің де көңілі естімше толық толмайды. Бірақ концепция, бағдарлама керек сияқты. Өйткені, мысалы, 2000-ші жылдар қызым балабақшаға барады ғой. Қазақ балабақшаға барады, бірақ о жерде мереке бәрі анау таңғы шаралар бәрі Ресейдің концепциясымен жүреді. Мысалы, алтын көз ол золотой осень деген. Анау жерде кірпіш шешенің балдары жүреді, қоян. Қазақтікі болса ол құлыншақ сондай болу керек қой. Бірақ әрбір балабақша, мысалы, өздері ондай программа жасай алмайды көп кезде. Оларға біреу үстінен беру керек сценарий, бағдарлама. Сол сияқты бұл жерде де әрбір мысалы мәдениет департаментте, әрбір мектеп, вузда білімді, осыны терең білетін адам отырса, оған керек емес. Бірақ көп кезде жағдай ондай емес, соның үшін бір бағдарлама керек, бірақ оның кішкене бір ауысып кеткен жерлері бар. Мысалы, тазалық, ол бірінші күн, былай логика бойынша бірінші күн болу керек. Сол қыстан, әсіресе қар еріп болған жерлерде қыстан қалған қоқысты жинап, негізі қазақтар қоқыс жинап, бұлақ көзін ашатын, сондай кез ғой. Соның үшін тазалық бірінші күндері қойылу керек еді негізі. Жеке өзіме осы Наурыз мейрамының төңірегін мифтік түсініктер туралдап жүрген сияқты көрінеді. Одан бөлек қарт Наурыз, амал мерекесі деген бар. Осыны айтып берсеңіз. Амал мерекесін біз бәріміз енді біліп жатырмыз. Дәлірек айтқанда мен ертерек маңғыстаулық туыстарымнан білдім, жалпы жұрт қазір естіп жатыр. 14-ші Наурыз. Амал мерекесі. Амал деген ол хамал деген сөз. Хамал ол арабша осы овен деген бар ғой, тоқты. Шоқ жұлдыз. Соның арабша атауы күн, сол күн зодиакты айналып жүреді ғой, сол тоқты шоқ жұлдызына жақын болатын кезең, бірақ ол осы 21-ші Наурыздан басталады. Негізі хамал айы 21-ші Наурыздан басталады. Бізде қазір кішкене шатасулар көп, адамдар неге анау кезде, неге мынау кезде, ғалымдар көп болжау айтады. Маңғыстау олар негізі бөлмейді, 14 мен 21-ін бөлмейді. Олар 14-інде бастайды да Наурызды тойлап. Әр күн өзінің мағынасы бар. Ал қарт Наурыз дегеніміз ол тіпте қызық мереке. Мен оны бір осыдан 25 жыл бұрын алғашқы естідім да. Өйткені Қазақфильм деген микрорайонда алғашқы өз үйімізді сатып алып тұрғанда бір күні көрші апай, Рахия апай, есік қағады, Наурыз көже, кел, Наурыз көже ішеміз дейді. Қақпан айы. Бұл қалай деп түсінбедім, бірақ енді үлкен адам, 80-ге жақындаған адам барып Наурыз көжесін іштім.
сосын қызынан сұрадым, Исагүл апа қалай десем, ол күледі. Жоқ, апаның өзінің осы ақпан айындағы өзінің наурызы бар. Аспанға қараймы, өзі бір нәрсені санап отырады да, бүгін наурыз дейді да, көже пісіреді. Көршілерге таратады, біз үйреніп қалдық соған дейді. Кейін мен қарасам, Таласбек Әсемқұлов марқұм жарым, күйші, жазушы, ол семейлік. Мынау Рахия апамыз Тиверсін жатқан жер торқа болсын, ол албан, руы албан, демек ол Алматының өзінің жергілікті адамы. Менің жарым Таласбек ол семейлік. Сонда Таластан сұрасам, ол айтады, негізі, иә, менің атамды наурызда ақпан айында атаған. Сонда мен қалай ол жұлдызға қарады ма деп сұраймын ғой. Ол айтады, жоқ, ол жұлдызға қарағанын байқамадым, бірақ ауылдарында жұлдызшы есепші Мырзахан Оңғаров деген адам болды. Ол дейді, былай қарайды, ол бұра құтыратын кезең дейді. Бұраны көбігін шапқылай бастайды ғой. Сол көктем келді, наурыз келді дейді. Сосын оны тағы да дейді, бір атамның белгісі, ол дейді, бір ағаш қазықты жерге тығады. Сол дейді, бір күні дірілдей бастай ма, демек жер оянды дейді. Сонда көрдің ба, Семей жақта ақпанда жер оянды деп кім сенеді? Бірақ мен мынау Алматыдан Астанаға көшіп келгенде, соны кәдімгідей сездім да, аяз болып тұрады ғой. Сосын ақпанның бір күні күн жылығандай болып сезіледі. Бұлай қарасаң минус 20. Бірақ шешінгің келеді, бір жылы леп келіп тұрғандай сияқты. Алматыда оны сезбейсің, өйткені қыс сондай ғой, былжырап тұрады. Астанада арқада сезеді екенсің. Жалпы есепшілер оны мынау көктемдегі наурыздан бөлек қарт наурыз деп ақпандағы наурызды айтады екен. Осы наурыз мерекесінің ең басты аңыз кейіпкері ол Қыдыр ата. Жалпы осы Қыдыр атаға сену бір ғажайыпқа сенудің әлеуметтік формасы ма? Жақсылыққа бір сенудегі үміті ме? Қыдыр атаның біріншіден мифологиялық астары бар. Өйткені Серікбол Қондыбай деген біздің ұлы замандасымыз, мифологияны зерттеген адам, мынандай нәрсеге мән береді. Серікбол айтады, о баста ол сүт беретін ана болды. Емшектегі балалармен баланы емізіп жатқан келіншектердің, сосын төлдеген малдың, ұрғашылардың соның пірі болған әйел кейіпкер болды дейді. Сосын ол патриархат мынандай атазаң кезінде өзгеріп ол еркек адам болып шықты. Сонда біз Қыдыр атаны ақ киіммен неге елестетеміз? Өйткені о баста ол сүт беретін, сондай сүт ана болған кейіпкер болып тұр ғой. Көрдің ба? Ары қарай да бәрібір аңыздар да сүтпен байланысты болып шығады Қыдыр ата. Сондай қызық, оның мифологиялық жағы бар, және де мистикалық жағы бар. Өйткені оны мынау исламдағы Хызырмен кейін байланыстыратын болдық. Қыдыр деп солай лингвистика заңдылықпен өзгереді ғой. Сондай қызық, ол өте қыры көп, терең кейіпкер да. Яғни Қыдыр атаға сену бұл халықтың бір жақсылыққа деген мәңгілік үміттен туған сенім бе? Қазақ үшін ақ, енді түріктер үшін ақ, ол аспанмен байланысты ғой. Демек, аспаннан бізге бір жақсылық келеді, біреу біздің жағдайымызды ойлайды, бізге бір үміт береді, осындай бата береді, береке сол арқылы келеді деп, сондай үміт қой. Өзіңіз Қыдыр атаны күтпейсіз бе? Енді мен сондай нәрсе бар, не ғұрлым көп зерттесең, сол ғұрлым сен оның қандай логикамен дамыған түсінгеннен кейін, кішкене анандай, ол саған ертегі емес, саған ғылыми бір нәрсе сияқты болып кетеді. Сондай бар. Дегенмен бәрібір үмітсіз шайтан дейді ғой. Иә, бір жақсылық бар екен, ол келеді, оны күту керек деген әр адамның, мен ойлаймын, жанында, көңілінде бар нәрсе. Оны жасырып жүрсе де, өйткені ол болмаса өмір сүру қиындау, әсіресе қазіргі заманда. Наурыз шығыс халқы үшін жыл басы, биыл жылқы жылы.
Қазақтың аңыздарында осы қанатты аттар, тұлпарлар, жалпы осы жылқыға қатысты түрлі жаңағы наным сенімдер бір ерекше байланыс барын аңғартатын секілді. Иә, жылқы деген біз өзіміз енді көзіміз үйренгеннен кейін, құлағымыз үйренгеннен кейін біз соны байқамаймыз. Басқа ұлт ғалымдар-ақ осындай мәселелерді қозғап, түрік пен монголдардағы жылқы бейнесі, мифологияда, ауыз әдебиетіндегі жылқы бейнесі қандай деп соны зерттегенде, біріншіден тұлпар мысалы сөйлейді да. Сосын тұлпардың өмірі, тағдыры батырдың тағдырымен өте бір тығыз байланысты. Мысалы, алпамыс зынданға түскенде, оны тек қана өзінің тұлпары Байшұбар алып шығады сол жерден. Олар бір даналықтың, бір құдайы әлемнің нұрының бір белгісі сияқты. Және де қай салада алсақ та, мысалы біздегі тұсаукесер бар ғой, ол ұғым қайдан шықты? Ол осы ат тұсайды, содан шыққан ырым. Біздің әр нәрсемізде мынау жылқымен байланысты ұғымдар, теңеулер бәрі жүр біздің мәдениетімізде, тілімізде. Біз соны жаңғыртуымыз керек. Біз бір білмейтін, түсінбейтін бір нәрсе бар. Басқа халықтарда, тонау батысты алсақ та, Жапонияны алсақ та, атқа мінген адам ол жоғарғы таптың адамы. Жаяу жүрген адам ол жай ғана қара адам, тобыр дейді. Атқа мінген адам ол жауынгер, ол патша, патша бола алатын жауынгер, ел билейтін адам. Оларда всадник дейді ғой, мысалы орысша. Ол кәдімгідей көп мәдениетте ол жоғарғы тап адамы. Біз сол біздің ат мінетін ел екенімізді есімізге түсіру керек. Мысалы, Жапонияда мынандай нәрсе бар екен, олар қаланың балаларын, оқушыларды 2 аптаға күріш егінге жепереді екен. Балалар кәдімгідей жүреді күрішпен жұмыс істеп. Өйткені оларда ол жұмыс күші жетпейді деген сөз емес, ол дейді, балалар жапон мәдениетін түсіну үшін, терең түсіну үшін, сезу үшін, бүкіл мәдениет күрішке байланысты ғой. Сол күріш егінде жұмыс істеу керек дейді. Соны сезу керек. Сол сияқты біз осындайды дамытуымыз керек. Сонда біздің балалар біздің мәдениетімізді тереңірек түсінетін болады. Сіз соңғы уақытта ел ішін көп аралап, зерттеу жүргізіп жүргеніңізді естідік. Жақында Маңғыстауға бардыңыз. Не жаңалығыңыз бар? Ой, Маңғыстау енді аңыз елі ғой, миф елі дегендей. Сонда әртүрлі қызық нәрселер бар. Мысалы, Қараман Атада болды. Қараман Ата ол 360 әулие дейміз ғой. Сол әулиелердің ең мықтыларының бірі Қараман Ата. Өте көнеден келе жатқан әулие. Ол қара мен ақты ажырататын әулие дейді. Оған мысалы бір дау-дамай кезінде адамдар, елдер кәдімде қазақ пен түрікмен барып дау шықса, Қараман Атаның басында соны шешетін еді. Сонда бізді экспедицияда 2 жергілікті адам, өлкетанушылар, кәдімгідей Маңғыстауды бес саусағындай білетін адамдар басқарып жүрді. Ол Мұрат Ақмырзаев деген ағамыз жақында қайтыс болды, жатқан жер торқа болсын. Және де профессор Жанбибет Дүйсенбиева апамыз. Ол өмір бойы Әбіш Кекілбаевтың шығармашылығын зерттеген, бірақ сонымен бірге мынау Әбіш ағаның басында сол Әбіш ағаның кітаптарында айтылған жерлерді көрейін деп бастады, содан кейін соған кіріп кетті. Сонда көрсетті, мынау Қараман Атада жер асты мешіті бар, сосын қазіргі Түнеуқана, жер үстіндегі заманауи мешіт бар, сосын сол жерде әрине зират бар, сол жақта оны әулие дейді, өйткені әрбір зираттың өзінің әулиесі болады, әулиеден басталады. Бірақ одан былайырақ бір 200-300 метр жерде тағы да бір зират бар. Кәдімгідей ескі құлпытастар, жазулар, анау араб жазумен жазулар бар. Бұл қандай зират деп сұрасам, толмаған, тек қана шеті толған.
бұл жерде Құран оқымаймыз деді Жанбибі апа. Ол анттан тайған адамдар екен, ант бұзған, сертін бұзған адамдарды сол жерге жерлеген екен кезінде. Анандай атақты батырлар, билер, кәдімгідей анау аты жөні бәрі жазылғанда құлпытасты. Бірақ серт бұзғаннан кейін сөзінде тұрмағандықтан оларды сондай бөлек қояды екен, және олардың басына Құран оқуға болмайды. Осындай Маңғыстауда не бір қызық дүние бар. Иә. Және сіз жартастағы көне суреттерді зерттейтін экспедицияның мүшесісіз. Бұл салада нендей жаңалықтар бар? Ой, жартастағы суреттер бар ғой, ол петроглиф дейді ғылыми тілде. Петро ол тас, глиф сурет. Сонда қысқасы былай болып тұр. Алматыда бір еріктілер тобы бар, ерікті археологтар, петроглиф ішшілер, охотники за петроглифами дейді. Олар енді тарих, этнография Шоқан Валиханов атындағы тарих, этнография институтымен бірігіп жұмыс істейді. Бірақ өкінішке қарай үкімет осы петроглифтерге көңіл бөлмейді, грант бермейді. Соны үшін кәсіби археологтар көп кезде оған бара алмайды да, өйткені олар енді байланып қалды ғой жұмысына. Еріктілер көбінесе тауып, сосын мәліметін өткізеді осы институтқа. Сонда мынандай қызық нәрсе болып тұр ғой. Қазіргі слоган осы ішшілердің: Қазақстан петроглифтердің елі. Өйткені Қазақстан петроглифтерге ең бай ел болып тұр. Жетісу облысында, Құдайын білсін, бір сайда бүкіл Европадағы бүкіл петроглифтерді санасаң, Жетісуның бір сайында әлі тіркеуге алынбаған бір сайда көп болып шығады ғой петроглиф. Олар 10 мың жыл бұрын салынған петроглиф болуы мүмкін. Соны. Яғни петроглифтер бізде әлі дұрыс зерттелмеген және қорғалмайды, иә? Бізде өте көп, оны кәдімгідей зерттеп, Европада әрбір адам былай сызып кеткен нәрсені, түртіп кеткен нәрсе бір петроглиф болып саналады. Біз Қазақстанда мынандай дәу жартас бар ғой, соның үстінде 100 сурет болуы мүмкін, оның бәрі бір тас, бір тақта деп санайды. Оны әрқайсы анау жердегі санаса, ол тақтада 1000 сурет болуы мүмкін Европаша санауымен. Ол біздің үлкен тарихи мәдени мұрамыз. Оны қолға алу керек, қорғау керек, зерттеу керек. Ол Қазақстан үшін ол кәдімгідей бренд болатын нәрсе. Батыс поп мәдениеті, мысалы Netflix, Marvel мифологияны сәтті бейімдеп отыр. Қазақ мифологиясын жаңа форматта қалай ұсынуға болады? Батыста мынау мифтер біткен ғой, былайша айтқанда. Олардың бүкіл мәдениет, соның ішінде кино, біріншіден көне грек мифологияға негізделеді. Сосын мынау семит халықтарының, демек жойыт пен арабтардың, ғылымда олар бәрін біріктіріп семит дейді ғой. Семит мифология, сосын мынау герман халықтарының, скандинав халықтарының мифология. Соның бәрін сарқып бітті. Қазір қарасаң, Латын Америкаға да барып, солардың бір мифтерін алады, сондай. Сол жайынан біздің түрік мифология өте қызық. Біріншіден ол ойға қонымды, өйткені Европа халықтарының мифологиямен жақын тұстары көп. Бір жағы жаңалықтары көп. Біз мысалы, менің соавторым Лиля Калаус, соны мен 20 жыл бұрын бұл жұмысты қолға алдық. Балаларға арнап, мынау Бату мен достарының басынан кешкендері деген циклмен кітап жазамыз. Шытырман оқиғалы, фэнтези, қазіргі заманның балалар анда барады, мында барады, жезтырнақпен кездеседі, тағы да сондай. Сондай жастар қазір көбейіп жатыр. Кейбірлер сұраныс бар екенін сезеді да, терең бойламай алады да, батыстың кейіпкерлерін ала салады, оларға түріктердің атын қоя салады. Бірақ бойлап, зерттеп жүрген жастар да бар. Қазақ халқының саны 25 миллионнан асты. Сонымен қатар сапа да арту керек. Сіздің ойыңызша сапалы қазақ қандай болу керек? Алашорданда адамдар айтты ғой, қазақтар сауатты,
қазақтар мықты ұлт болу үшін олар сауатты және де бай болу керек. Өйткені бай ұлттың сөзі өтімді болады. Мысалы, қазір бәріміз карате, анау мынау кимоно дегенде оны алып кетеді. Сонша керемет дүние емес, бірақ жапондар мықты дүрілдеп тұрғанда, әлемнің экономикасын басқарып жүрген кезде ол танылған. Я Американың бір мәдениеті бір кереметтей дүние емес, бірақ Американың экономикасы мықты болғаннан кейін танылып жатыр. Сол сияқты қазір Қытай, Корея танылып жатыр. Соның үшін сапалы қазақ ол сауатты болу керек, білімді болу керек. Сонымен бірге бай, енді дәулетті бай демей қояйық, жұрттың бәрі бай бола кетпес, дәулетті болу керек. Сонымен бірге оған қосатын денсаулығын күтетін адам, сосын санасы дұрыс істейтін адам, психикасы дұрыс істейтін адам. Және де әрине бір жағы біздің мәдениетімізге тамыры тереңге жайған адам, бір жағы елдің болашағын, өзінің ұрпағының болашағын ең болмаса ойлайтын адам болсын. Өйткені қазіргі коррупционер шенеуніктерді қарасаң, олар өзімнің ұрпағымды қамтамасыз етемін деп елдің болашағына балта шабады, тамырына балта шабады. Бірақ өз балалары қандай болады, өз ұрпағы қандай болады, біреудің несібесін жеген адамның ұрпағы қандай болатын, ол соны ойламайды да. Демек, оның тамыры да жоқ, болашақты да дұрыстап ойламайтын адамдар. Бірақ неге екен біздің халықта жалпы осы бай қуатты, дәулетті адамдарға деген көзқарас әлі де дұрыс емес секілді. Бай болса ол бір жемқор немесе өз еңбегімен жетпеген деген сияқты түсінік бар сияқты көрінеді әлі күнге дейін. Енді бұл түсініктің бір жағы совет замандағы үгіт насихат бар. Өйткені совет заманда ертегі болсын, кино болсын, мультфильм болсын, байды сондай өте саран, топаз қылып, надан қылып көрсеткен ғой. Ал бір жағы енді 30-35 жылдың шындығы да бар бұл ұғымда. Өйткені сауатты, білімді елге болсын дейтін байлар да бар, бірақ сонымен бірге шынымен коррупция арқылы байыған, жаман жолмен байыған, ешқандай ішіп жегеннен басқа еш нәрсені ойламайтында байлар өте көп, өкінішке қарай. Қазір түр жасап, өтіріктен қайырымдылық жасайды, бірақ шынында тереңде ондай жоқ та, ондай нәрселер. Тек қана өзінікін ойлайды. Байлар да толып жатыр. Бір өкінішті халық соларға еліктейді. Қазіргі мен байқаймын, өзі ешқандай адал өмір сүріп жатқан адам болса да, ой мынандай, сен мүмкіндік болса пайдаланбасаң, сен ақмақсың деген ұғымда өкінішке қарай қатты біздің елде таралды. 35 жылдың бір жаман нәтижесі сол. Негізі бізде 35 жылда реформа болды ғой. Көп елдерде сондай аумалы кезеңде мынандай люксті, мынандай байлықты көрсетуге, жұртқа паш етуге тыйым салынатын көп елдерде. Сонымен реформа жасайтын еді. Өзінің тіршілігі мынандай кішкентай, ал көретін жарнамасы кілең люкс көлік, люкс сағат, мысалы, сақина, анау-мынау. Ол бұрында билборд түрінде тұрады. Қазір әлеуметтік желіде. Мен бұндай байлыққа қалай жетем дегенде, басқа жол сол. Я коррупция, я блогер бол, басқа жол жоқ та, көрмейді. А жастарға сен сондай дәулетті өмірге еңбек арқылы, білім арқылы жете аласың деп, бізде ондай үгіт насихат жоқ, өкінішке қарай. Сіз бір жазбаңызда жаңа ұлттық идеал туралы айтасыз. Жаңа идеал ұлттың өзінің түпкі табиғатынан алшақтап кетпеу керек дейсіз. Біздің қоғам, жаңа буын табиғатынан алшақтап бара жатқан жоқ па? Енді әрбір ұлттың мінезі деген бар. Негізі бұл мақала мен таңғалып отырмын. 30 жыл бұрын жазылған мақала.
әрбір ұлттың мінезі болады. Әрине қазір мысалы менталитет деген сөзге ғылым жақсы қарамайды. Өйткені шынымен 30 жыл бұрын президентіміз, елбасымыз бәрін сауда жасаңдар дегенде жұрт ұялатын еді сауда жасауға. Сауда жасаған ят сияқты еді қазаққа. Кішкене дәстүрге жақынырақ қазаққа ол ұятты нәрсе болып көрінді. Қазір сауда жасап жатқан, сонымен байып жатқан адамдар, ол сыйлы адамдар. Сонда көрдіңіз ба, осындай нәрсе тез өзгеріп кетті. Бірақ бәрібір өзгермейтін де нәрселер, тез өзгермейтін нәрселер бар, және оның жақсы жағында жақсы жағымен де көріну мүмкін, жаман жағымен де көріну мүмкін. Мысалы, қазақтар жалпы 4 нәсілі ол жауынгер ел, жауынгер нәсіл. Біз оны сол 90-шы жылдар Жарым Таласбекпен пәленбай мақала жазып дәлелдеп жүрдік. Өткен совет заманда қазақ момын халық, қазақ қойдың аузынан шөп алмайтын халық деп насихат сондай болды. Өйткені совет одағына қазақтар момын халық болғанын керек болды, да? Сонда біз бірінші болып жауынгер халық қазақ деп біз бірінші айттық. Қазір ол кәдімгідей жалпы жұртқа, біз сондаймыз деген болып кеткен ғой, қағида деңгейге шығып кетті. Бірақ жауынгерлерге мынандай нәрсе бар. Жауынгер үшін атақ абырой өте маңызды. Атақ, абырой, даңқ, оның негізгі бір құндылықтардың бірі ел жадында. Ал қазір көріп тұрмыз, әлеуметтік желілер сол қазіргі біздің арзан фондтардың ең жарқын көрінісі ғой. Елді тонаған адамдар елге коуч болып шығады, солардың ұрпағы коуч болып шығады. Ананда елді алдап блогер болып кеткен адамдар қазір сотталып жатыр ғой. Өкінішке қарай қазақтың мынандай атақ, абырой, даңқты болайын деген жанындағы дүние осындай жағымен шықты, көрініс тапты. Енді негізі сауатты ішкі саясат болса, сондай нәрселерді қадағалап, өзгертіп, елге басқа бұл біздің туа біткен құндылықтарымызды жақсы жағымен елге насихаттау керек қой. Сол жағы кемшін, енді 30 жылдан бері айтып жүрміз. Зира ханым, бүгінгі сұхбатыңыз үшін рахмет. Наурыз мейрамы құтты болсын. Осы жыл жақсы өтсін, береке, бірлік, татулық, тыныштық болсын. Ең бастысы енді қазіргі заман сондай. Өзімізде бейбітшілік болсын, береке болсын. Сол наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Рахмет. Құрметті көрермен, әз наурыз әр отбасыға бақ береке әкелсін. Жүз медианың ақ студиясында келесі кездескенше жүзіміз жарқын болсын.